қымбатты достар, тікелей эфирге қош келдіңіздер. Сіздермен бірге кітаптар әлемінде мен Салтанат Әбдіғали. Қосылған кісілер болса, жазып жіберсеңіздер, бейнем қалай көрініп тұр, даусым жақсы естіліп тұр ма? Комментарийға қосу белгісін қойып жіберсеңіздер, кері байланысқа шығып, тамаша болар еді. Аман сау жүрсіздер ме? Көңіл күйлеріңіз қалай? Ауа райы қалай сіздерде? Бізде Алматыда бүгін күн жылынды. Әлі ешкім қосылған жоқ. Бастай береміз бе, қыздар? Гүлназдан қалай білсек екен, топқа бөлісті ме екен? Хабарландыру барды ма екен? Қайырлы кеш, Кенже. Барлығы жақсы ма, жазып жіберші. Қосылды болды, сұрамай қой. Мен сен жұмсайын деп отырмын. Бүгін мен сіздерге Жарыса кітап оқиық онлайн байқауы ақпан айы бойынша мәліметтермен бөлісуге шығып отырмын. Қадірлі оқырман, байқау ережелерін айтпас бұрын, өткен қаңтар айындағы байқауға қысқаша тоқталып өтейік, иә? Рахмет, Кенже, бәрі тамаша естіліп тұр дейді. Өткен байқауда біз хабарландыруды жариялағаннан кейін 100-ден астам оқырман қатысамыз деп жекемізге шықты. Оның ішінде 40-қа жуық қатысушы сұрақтарға жауаптар жазды. Егер біз уақытты ары қарай созғанда, бәлкім одан да көп оқырмандар қатысатын беді. Десе де мен ойлаймын, бір кітапты оқуға бір ай жеткілікті уақыт деп, иә? Одан ары соза берген тым қызықсыз болып қалатын сияқты. Сәлем Олжас. Және мен байқауға қатысамын деп айту, ниет қылу, ол бір бөлек дүние. Ал уақыт тауып, кітапты оқып, сұрақтарға жауап жазу, атсалысу, ол бір басқа дүние, иә? Шәкәрім айтады, құр білмек керек емес, білгенге іс қылмақ керек дейді. Тағы бір нәрсе айтып кеткім келеді. Сол байқауды біз нәтижесін жариялайтын кезде, сұрақтарды жариялауға 3 күн қалған кезде, біздің тобымызда Қасиет деген дарынды жігіт бар. Қасиет мен өзімді бірнеше кітаптардың атын атады, өзіме эксперимент жасағым келеді. Жылдам кітап оқуға осы 3 күннің ішінде Жарыса кітап оқиық онлайн байқауында берілген Абай жолын оқимын деп топта жазды. Мен басында ойландым, миға салмақ түсіріп алмас бекен Қасиет деп. Жазғым келді, негізі Қасиетке артынан ойландым. Адам енді өзіне сенгеннен кейін, үнемі кітап оқып, жаттығып жүргеннен кейін, бәлкім солай айтады ғой қазақта, болатын баланың белін бұл, бетін қақпа деп. Сонда да Қасиет біз сұрақтарды жариялағаннан кейін, түстен кейін жауаптар жазды, және оның көп жауаптары дұрыс болды. Сондықтан біз қазылар алқасы ақылдаса келе, сол Қасиетке Абай жолының томын сыйладық. Енді ондай бір қабілетті жас балалар бар. Қалған оқушыларға бір мәселені айта кеткім келеді. Осылай байқауда берілген кітап екен деп, өздеріңізге ұнамаған болса, қызық емес кітапты оқымаңыздар. Немесе мәреге жету үшін, сыйлық алу үшін. Өйткені адамның ынта ықыласы болмаса, зейіні болмаса, ол кітап оқудан бір жақсы нәтиже шықпайды. Бізге бір сен осыншама оқырманды, 100 оқырманды оқыт, немесе 1000 оқырманды оқыт деп арнайы сыйлық тағайындап, бір қатып қалған қағида жоқ. Сондықтан қызығушылықпен құр сыдыртып оқып шықпай,
көңілдеріңізге тоқып шығыңыздар. Иә, тағы бір сұрақтарға қатысты нәрсе айта кеткім келді. Ең бірінші сұрақ: Абай кімдерге оқыған кітаптарын хикая етіп айтып берді деген кезде барлықтарыңыз жауапты ұзақ жазыпсыздар. Кешкі шайға отырғанда асқа дейін деп, негізі ол сұраққа қысқа ғана шешелерге, балаларға, малшыларға деп жауап бере салуға болады. Ал керісінше сіздер Абайға қырынан қарағанда Тоғжан қалай көрінді дегенде аса сүйкімді көрінді деп бірақ сөзбен жауап бере салғансыздар. Ол жерде мысалы Мұхтар Әуезовтің суреткерлігін көрсетіп, қырынан қарағанда аса сүйкімді көрінді, жалтыраған қара шашы таралған нәзік мойнына төгіліп деп ұзағырақ жазсаңыздар болар еді. Дегенмен барлық қатысушыларға алғыс білдіреміз. Ол да еңбек, уақыт бөліп, оқып, көптеген бізде сол қаңтар айындағы байқауда оқырмандар жазып жатыр, Инстаграмда сыйлықты алмаймыз, біз 5-6 ғана сұраққа дұрыс жауап бердік. Бұрын оқып кеткенбіз бала күнімізде, өзіміздің білімімізді тексергіміз келді, есімізде қалып па соны білгіміз келіп жаздық деп. Сондықтан ол да еңбек. Ендігі мәселе бізде осы ақпан айындағы байқауда тура сол қаңтар айы секілді біз бастап кеттік. Біздің қатарымызға қосылсаңыздар болады, уақыт жетеді. Ақпан айының Алла қаласа 27-сі күні мен әлеуметтік желідегі барлық парақшаларда 15 сұрақ жариялаймын. Сұрақтарды азайттық. Және де жеңіл сұрақтар қоюға тырысамын. Сіздер жауаптарды әдеттегісінше Гүлназ Әбдіғалиға жолдайсыздар. Сол үшін аспаңыздар, саспаңыздар, асықпаңыздар деген ғой, кешіріңіздер. Әлі де үлгересіздер. Абай жолы романы менің жылқыға деген қызығушылығымды арттырды дейді. Қазір жылқыға мініп жаттығып жүрмін. Керемет, керемет. Жарайсың қасиет, сен біздің тобымыздың мақтанышысың. Қымбатты оқырман, мен сіздерге тағы бір хабарландыру айтқым келіп отыр. Осы ақпан айында мен өзіме шығармашылық жұмыстарыма арнап, осы уақытқа дейін жазған дүниелерімді жинақтап, көктемде кітап етіп шығарсам деп, демалыс жариялайын деп отырмын. Өткен эфирде мен сіздерге ертегі жазу туралы айтқанмын. Ертең дүйсенбі күні бұйыртса, біз сол ертегіні жазып бастаймыз. Ең мықты ертекшіге өзім уәде бергендей 1001 түннің 4 томдығын сыйлаймыз, балаларға ертегілер жинағын сыйлайтын боламыз. Жауапты қай жерге жіберу керек дейді Терлікбаева Амина. Әлі уақыт бар, еш асықпаңыздар. Ақпанның аяғында сұрақтар жарияланады, жауапты Гүлназ Әбдіғалиға жолдайсыздар. Біз қазір комментарийға жазып қоямыз. Сондықтан әр жұма сайын сағат 10-да Шалқар радио арнасында біздің кітаптар әлемі жобасының ұсынған шолуларын тыңдап жүрсеңіздер болады. YouTube арнамыздағы хабарларды да біз жексенбі күні осы Facebook парақшада бөлісуге тырысамыз. Сонымен барлықтарыңызға сәттілік. Уақыт бар бізде. Асықпай, Бауыржан атамыз туралы, ол кісінің ерліктері туралы туындыны асықпай оқи беріңіздер. Жаңа ғана өзім айтқандай, кітап оқу әдебі адамға ләззат сыйлау керек, адамның жаны рақаттану керек, әсерлену керек, ол кітаптан тағылым, тәрбие алу керек деген секілді. Ендеше барлық қатысушыларға сәттілік тілеймін. Алла қаласа көктемде, наурызда керемет іс-шараларда, осы жарса кітап оқиық онлайн байқауының нәтижелерінде, жеңісті күндерде жолыққанша біз сіздермен наурыз айының басында тікелей эфирде жүздесіп, мен сіздерге сыйлықтар тарататын боламын. Амандықпен жүздескенше. Назарларыңызға көп рахмет.